Сәлем достар, сіздермен Айгүл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше тосаптың рецептімен бөлісемін. Қарбыздың қабығынан мөлдір, дәмді тосап дайындап, отбасыңызды таң қалдырыңыз. Біздің үйдегілерде таң тамаша болды, өте дәмді шықты. Ол үшін бізге балалардан қалған осындай желінген қарбызды аласыздар да 4 бөлікке бөлесіздер. Видеода көрсетілгендей сосын майдалап турап аласыздар. Сосын тағы айта кететін жағдай, осы қарбыздың сыртқы қабығын шұқалап ашып қайнатсаңыздар да болады. Тек қана ортасындағы ағымен ғана қайнатсаңыздар болады, қызылын да алып тастасаңыздар. Мен осы қызылымен қайнаттым, соның өзінде бір ерекше түс береді екен. Үйдегілер алма қостыңыз ба, алманың дәміне ұқсайды деп жатты. Жасап көріңіздер, бірден ұнады маған. Тосапты қатып шай ішкенді жақсы көрмейтін адам кем-де-кем шығар. Әсіресе қарақаттан, таңқурайдан, шиеден, алмадан жасалған тосаптарды жиі жасап жатамыз. Олар да адамға өте пайдалы, білесіздер. Тұмау тиген кезде тез кетуіне септігін тигізеді. Енді шәрбаттың маңызы зор. Сироп дейміз ғой, дәмді, хош иісті, мөп-мөлдір тосап қайнату үшін қантты шәрбатты дұрыс дайындай білу керек. Шәрбатты дайындау үшін 1 килограмм қантты пайдаландым. Сыйымдылығы жоғары ыдысқа 1 килограмм қантты салып, үстіне 1 кесе су құйдым. Сөйтіп қайнаттым. Ескертетін жайт, қайнап жатқан шәрбатты үзбей араластырып тұру қажет. Осылай жай отта кемінде 10 минуттай қайнатамыз. Осылай үздіксіз араластырасыздар. Неге қайнады, қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта 10 минуттай қайнатасыздар. Қант астына жабысып қалмау керек. Егер де үздіксіз араластырмасаңыздар, қант астына жабысып қалады. Сол себепті үзбей араластырып тұрасыздар. Қантымыз әбден еріп, мөлдір сироп пайда болады. Сол кезде біз туралған қарбызымызды саламыз үстіне. Жақсылап араластырамыз, қайнағанын күтеміз. Басқа жеміс болған кезде біз міндетті түрде оны жуып, шайып, тазалап, оның үстіне қант сеуіп қоятынбыз. Шәрбаттан бөлек бұл жолмен олай жасамадым. Өйткені қарбыздың құрамында өзінің тәттілігі болғандықтан бірден шәрбаттың үстіне қарбызды салдым. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алуды ұмытпаңыздар. Өйткені көбігін алмасаңыздар, мөлдір түсті тосаптың шығуына және тосаптың дәмінің өзгеруіне кері әсерін тигізеді. Сол себепті қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастауды ұмытпаңыздар. Қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта 20-25 минут қайнатасыздар. Не себепті ұзақ қайнатамыз дейтін болсаңыздар, өйткені біздің қарбызымыздың сырты қалың, білесіздер, қатты, сол жұмсару керек. Сол үшін 10-15 минут көбірек қайнатамыз. 10 минут қайнағаннан кейін түсі барлығы өзгере бастайды тосабымыздың, яғни барлық жемістер астына мінекей тұна бастайды. Біз көбінесе тосаптың дайын болғанын қайдан білеміз? Біз тосаптың дайын болғанын, өйткені ыдыстың бетіне шықпайды жемістер. Барлығы бір келгіш шәрбаттың ішінде болады. Міне видеода көріп отырғандарыңызда, Осыны 25 минут қайнағаннан кейін астын өшіріп, суығанша күтесіз. Мінекей біздің тосабымыз дайын. Сіз де үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгөлектің асханасы ас болсын.